опущение деген не? Ең бірінші опущение бірнеше түрлері бар. Опущение матки деген бар, міне біздің маткамыз. Немесе опущение стенки влагалища. Бұл алдыңғы жақ болуы мүмкін, міне қынаптың, немесе артқы. То есть былайынан әйел адам тұрса, алдыңғы жақ немесе артқы жағы. Енді опущение бізде неден болады? Ең бірінші әйел адам күшенген кезде, өте көп ауыр көтерген кезде, және күтінбей ешқандай жаттығу жасамаса, бүкіл мынау мүшелер астына қарай түседі. Егер де сізге гинеколог айтса, сізде опущение басталды, немесе қыздар, сіз өзіңіз сезіп тұрсыз, бірдеме артқа астына қарай тартып тұр деп сезінсеңіз, міндетті түрде күтініп бастаңыз, жаттығу жасау бастаңыз, немесе арнайы сондай курстарға, тренажермен одан да жақсы осындай жаттығуларды жасап бастаңыз. Сол кезде мынау барлық бұлшықеттер, мынау қынабыңыз, жатырыңыз үстіне қарай тартылады. Бірақ та жүре беріп, ауыр көтере беріп, күшіне беріп, кейбіреулер даже кегельді дұрыс жасамай жүре беріп, осындай опущениеге әкеледі. Өкінішке орай, оны өз уақытында емдемесеңіз, әрекет жасамасаңыз, болашақта тек операциямен бұны емдейді.